Сәлем баршаңызға. Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мен бұл әңгімені жазбауым керек еді. Үн-түнсіз ғана бәрін еңсерген едім ғой. Өзімді үнсіз ету үшін бәлкім бұл дүниедегі ешбір әйел заты басынан кешпеген зобаланға мен ғана төзген шығармын. Ал енді әңгіме тиегін әбден ағытпақшымын. Шындығына келгенде, жүрек түкпіріндегі құпия сырыңды жұртқа жайып салудың еш мәні болмаса да, үміт шоғы сөнбегенін таяуда ғана сездім. Бұл менің жалғыз ғана үмітім. Менің уақытым түгесіліп барады. Құлазыған өмірім бос кеңістікке айналып, жаһанамның қақпасына жеткен кезімде ең ақырғы мүмкіндігімді пайдаланғанымды ешбір жан айыпқа бұйырмас деп сенемін. Барлығының аяқталуы алдындағы бір ғана сәт. Осы себептен құпия сырымды жасырмай жазуға бел байладым. Мен Генриге ғашық едім. Қазір де қатты сүйемін. Өзім жайында өткен өмірім туралы айтар жападан жалғыз дүнием осы ғана. Менің өмірімнің өзі де тек қана Генри. Жалпы бұл жалғанда сүйіп-күйіп ғашық болмаған пенде мүлде жоқ шығар. Махаббат дегенің өзі сенің ақыл ойыңдағы, көңіл көкірегіңдегі, жүрегіңдегі күллі шектеулер мен бөгеттерге еш аялдамастан-ақ бұзып жарып өте шығатын зат екен ғой. Онымен қалай танысқанымды еске алмаймын да. Мен үшін ол өзекті емес. Жүздесуді маңдайға жазған екен, ұшырастық. Қашан, қалай, неге оны сүйе бастағанымды, қалай ғашық болғанымды сезгенімді ойлап та жатпаймын. Бір білерім, өмірім екі-ақ сөзден тұрды. Генри Стаффорд. Ол ұзын бойлы, арық бола тұратын көрікті жігіт еді. Арманшыл, жігерлі бола тұра онысына қатты зер салмайтындай көрінетін. Табиғат оны солай жаратса керек. Үзіліссіз жалғасатын арман тілегі Құдайдың бұйрығы шығар. Менің білуімше, Генри жан-жақты толысқан ақылды жігіт. Айналасы жаппай таңдай қағып табынғанда, ол өзгелерді әжуалап, миығынан күліп жүре берер еді. Аздап жалқаулығы болса да өте мұқият. Оны ештеңе де абыржыта қоймас еді. Өзіне сын көзбен әрі нық сеніммен қарайтын. Сөйте тұра өзгелерге миығынан күліп қана паңдана қатынас жасайтын. Әрине, біздің шағын қаладағы қыз атаулының бәрі оған қоғадай жапырылатын. Бәрінен де ашық айқын қылмыңдасатыны қыздарды естерінен тандыра жаздайтын. Генридің әкесі оған өзінің ірі бизнесін қалдырған. Ұлы оны қиындықсыз басқарса да, жеткілікті қаржы табатындай үйлестіретін. Ол ұжыммен қарым-қатынас жасағанда, бикештермен жымыңдасқанда, кітап, газет оқығанда көрсететін биязы әрі бейтараптау кейпімен бизнесінде меңгеріп жүретін. Жасы егде, заңгер, байырғы досым Барнес мырза бірде маған ойлы әр асқан байыплықпен былай деген еді. Ыңғайсыз жігіт. Мен оны сүйетін қыздарға қызғанышпен қараймын, ал оған тұрмысқа шығатын қызға жаным ашиды. Ол тұста мен жалғыз Барнес мырзаның ғана емес, талайлардың ішін күйдірдім ғой. Генри Стаффорд мені сүйген уақытта небары 21 жастамын, ең мықты университеттің бірін бітіріп келгенмін. Ата-анамнан мұраға қалған табиғаты тамылжыған жерім бар, байырғы туған, қалама оралуға шешім қабылдағанымда не сыр барын қайдам. Жақын туыс атаулыдан жұрдай менің ғана иелігіндегі жер орасан көлемді ірі саябағы бар тамаша мекен болатын. Мен онда өз еркіммен өмір сүріп үйренген жанмын. Әңгімемде бар шындықты жайып салып отырмын ғой, сондықтан өзімнің де ақылына көркі сай сұлу болғанымды айтқаным жөн шығар. Ауыздыға сөз бермейтін шешендігімнің де барын білетімін. Жалпы ақылды жандар өзінің жайын қалайда біледі емес пе? Адамдармен туралы өте ақылды қыз, оның келешегі зор дескенімен, тым бір беткейлігімді аса ұнатпайтындай көрінетін. Мен Генри Стаффордты ғана сүйдім. Өмірімнің соңында ұққаным осы ғана. Ол менің өмірімнің мәні еді. Әрқашанда өзге ешкімді сүйе алмайтынымды үнемі айтатынмын. Сол рас екен. Бәлкім адам біреуді дәл менше сүюге болмайтын шығар, қажеті жоқ та болар. Алайда маған енді қандай әулие айтса да пайда жоқ, ол менің ғана өмірім болған екен. Стаффорд та маған ғашық еді, шын көңілімен. Оның өміріндегі ең алғаш рет миығынан күлмей қараған дүниесі де осы шығар.
Мен өзімді махаббат алдында осыншама әлсіз жан болып қаламын деп ешқашан ойлағамаған едім деп, ол кейде жұмсақ үнмен айтатын еді. Сен мендік қана болуға тиіссің, Ирене. Неге десең, мен өзіме қажеттің бәрін алу үшін дүниеге келген адаммын. Ал сен әлемнен тілеген жалғыз затымсың деп, саусағымның ұшынан бастап, иығыма шейін сүйіп шыққанын ұмытқан емеспін. Ал мен оны көрген сәтімде бұл әлемнен ештеңені сезінуден қалатымын. Оның қимыл қозғалысы, мінез құлқы, даусы да мені дірілдетіп жіберетін. Көңіліңе осындай ұлы сезім мен арман бір мәрте қонақтап қалса, ешқашан шықпайды екен ғой. Соңғы демің үзілгенде ғана нүкте қойылатын шығар. Мұндай сезім тұла бойыңда дәмің таусылғанша тұрады. Тіпті денеңді өртеп күлің көкке ұшырса да, сезімнің оты лаулап жанып тұрады. Бақыт содан басталады. Өлшеусіз бақыт. Сол бір күн ойымда өте анық. Тасқында су қаншалықты мол болушы еді. Сондай бір нұр шуағын молынан төккен күн болатын. Ол екеуміз әткіншек теуіп ойнағанбыз. Екеуміз де аппақ киім киіп, ұзын жіңішке басқыштың екі жағында тұрып алғанбыз. Жіптен қаттығып ұстап алып, ерсілі-қарсылы алма кезек ұшып жүргендей теңселіп тұрдық. Өте жылдам тепкендіктен жіптің қиқылдаған үні үрей тудырып, мен тіпті демімді жұтып қойдым. Жоғары қарай. Төмен қарай. Жоғары қарай. Төмен қарай. Юбкамның етегі тіземнен жоғары көтеріліп, желбірегенде, ол бұдан да жылдам, тіпті жылдам деп айғайлаумен болды. Жоғары. Генри, жоғары. Деп жауап қаттым. Жейдесінің кеуде тұсы ашық, жеңін шынтағына дейін түріп тастаған жігітімнің көрік түсін айтсаңшы. Арқан жіпті қос қолдап мықтап ұстаған оның қимылы ширақ әрі жеңіл болғанымен күші мығым, қозғалысы әткіншекті оңды-солды тербелтеді. Шашы желбіреп дем алуға да мұршам жоқ, жарқыраған күн шуағына малынған, сол сәтімде мен қарсы алдымдағы жігіттен өзге ештеңені сезінген жоқпын. Кейін бір-бірімізге ештеңе айтпай-ақ әткіншектің биігіне де қарамай секіріп түстік. Жерге құлап түскенімізде аяқ-қолымызды аздап сүріп алсақ та оған мән беруге де мұршамыз болмады. Ол мені құшақтай алып, әткіншекте де сезілмеген ынтықтықпен құшырлана сүйді. Бұл жолы біз алғаш рет сүйіспесек те, дәл сол сүйісті мен өмір бойы ұмытқан емеспін, ешқашан ұмытпаймын да. Оның ыстық құшағында болғандықтан мен есімнен адасып талып түсуге шақ қалған едім. Мен оның иығын қатты мытып, сояудай тырнағым кіріп, қан аққанша мыжыппын ғой, сүйгенім бар. Кейін мойнын ашық тұрған жағасына дейін сүйіппін ғой. Сол сәтте бір-бірімізге айтқан сөзіміз, әсіресе оның айтқаны. Ақырын ғана сыбыр. Мәңгілік осылай болады деші. Ирене. Мәңгілік. Келесі күні ол келмеді. Кешке дейін көңіл құлазып күтумен болдым. Ұшты күйлі жоқ. Одан арғы күні де төбе көрсетпеді. Есесіне, сәлде болса менің назарымды аударғысы келетін, өзіне сенімді бір жігіт арнайы келіп, біраз әңгіме дүкен құрды. Сөзінің соңында бұлай демесі бар ма, айтпақшы, Генри Стаффордың бизнесіне қауіп төнген көрінеді. Өте күрделі жағдайға ұшыраған десіп жүр ғой, жұрт. Ертеңде сол бір жайсыз хабарды бүге шігесіне дейін естідім. Генри әбден тақырға отырған екен. Бір өзі ғана дағдарғанымен қоймай көптеген жандардың тағдырына жауапты әрі, оларға қыруар қаржы өтеуі тиіс екен. Алайда бұған оның кінәсі шамалы еді. Ақыры солай болып қалған. Барлығы оны білсе де, Генриді кінәлаумен болды. Банкрот өз жөнімен қой, онымен бірге Генридің бет-беделі, іскерлігі, келешегі де батпаққа батыпты. Оның компаниясының күйреуін біздің қала тұрғындарының біраз бөлігі табалап бақты. Ішінара Генриге жандары ашығандар болғанымен қуанатындардың қатары да көп болды. Адамдар Генриді сыйлаумен қатар іштарлықта жасайды екен әлде, құрметтей тұра қызғана ма, кім білсін. Тіпті біреудің енді оның түрін бір көргім келеді дегенде құлағым шалды. Тағы бірі, ха. Ұят-ай дейді. Ең көрегенділік танытқан адам Барнес мырза болды. Ол маған көпті көрген ойлы жанарын тіктеп тұрып, көңілсіздеу күлімсіреп бұлай дегентін. Сені үнемі осылай қуанышың қойныңа сыймай отыра алмас па екенсің деп қорқамын. Ирене осыншама ұлы арман, алып ұшқан көңіл жақсылық әкеле қоймайды. Сосын Генриге қарай бұрылып, Стаффорд, сен әр қадамыңа абай болғайсың деп суық үнмен тіл қатқан болатын.
Маған олай деуіңіз артықтау болар деп Стаффордта одан кем түспейтін суық үнмен жауап берген еді. Осылайша біз отбасын құрдық. Кейбіреулер айтады ғой, толық бақыт деген болмайды деп. Ал мен сол толық бақыттың дәмін татқан адаммын. Менің сол тұстағы сезімімді бақыт деудің өзі аздық етеді. Мен Генридің әйелі болдым. Енді мен Ирене Вилмер емес, Ирена Стаффордпын. Үйленген соң дәл қандай күйде болғаным есімде жоқ. Ойыма ештеңе оралмайды. Егер кімде кім үйленген соң не болғанын сұраса, айтарым, Генри. Ол үнемі қасымда, маған басқа не керек еді. Мен өз иелігімдегі бар дүние мүлкімді сатып, оның борышын жаптым, қысқасы, құтқардым. Енді бір-біріміз үшін өмір сүру ғана қалды. Ешкім бізді шаршатпайды екеуміз. Екі жанның бірге ғұмыр кешкен ұлы бақты. Бірақ кешікпей тірлік қамын ойлауға тура келді. Біз мендегі бар ақшаны, үй-жай, бағалы заттардың бәрін сатып бітіргендіктен табыстың өзге бір көзін табуымыз қажет болды. Генри университетті инженер мамандығы бойынша бітіргендіктен осы бағыт бойынша жұмыс істейтін болды. Керемет қызмет болмаса да, бұрын мамандығы бойынша жұмыс істемеген жан үшін тәуір бастама болды. Шағын ғана үйде тұратын болдық. Осылай өмір басталды дерсің. Оны жұрт қатарлы жүрсінші деп мен бар күшімді салдым. Генри өз күш-қуатын дұрыс жұмсай алмайтындықтан мен оның жұмысына да қол ұшын беретінмін. Жұмыстың ең қызған маңызды тұсында ол орта жолда тастай салып, диванға сұлай кетеді, әлде бір қызықты кітап оқиды, кейде темекісін бұрқыратып текке жатқаны. Сонда да оған жұмысын қолға алдырудың амалын үнемі табатымын. Соның арқасында ол табысты еңбек етті. Мен оның қатардағы досына немесе үй қызметшісіне айналып кетпеуге тырыстым. Есесіне, оның жары әрі сүйіктісі бола алдым дегенге сенемін. Мен өзіме де беймәлім салқындықты жасап алдым. Осы арқылы одан сәл ғана алыстағандай боламын да, оның қызығушылығын одан ары үдете түсемін. Үй шаруасын қашан, қалай тындырып тастайтынымды ол ешқашан аңғарған емес. Мен оның кепіл заты емес, үйдің ханшайымы, құпия күш екенімді сездіре білдім. Екеумізде отбасы тірлігін аңғара бермегенімізді толық сеніммен айталамын. Біз көңіл толқынның қуатты күшімен қанаттанған ғашықтар едік. Соның өзі жеткілікті болатын. Мен оның өмірін романсқа айналдыра алдым. Өмірдің әрбір сәтін сан алуан түрге бояп, көңіл тебіренерлік ете білдім. Үйіміз демалатын, ішіп-жеп, ұйықтайтын орын ғана емес, күресетін, ұтатын, жаулап алатын ойын алаңы, іспетті көңіл қуанышының ортасы еді. Сендей жанды жаратқан қандай құдірет екен, Ирене деп ол кейде таңдай қағатын. Менің тірі жүргенім сенің арқаңда ғана деп, мойыным мен иығымды ыстық демімен қыздыра сүйетін еді. Мен ештеңе айтпайтынмын. Жалпы ешқашан көңілімдегін түгелдей ақтарып тастамайтынмын. Әйелі өз өмірінің мәні екенін ер азаматтың аңғара бермегені де дұрыс. Соған қарамастан Генри оны сезетіні анық болатын. Біршама уақыт өткеннен кейін бізге қырын қараған қала тұрғындарының райы жұмсарып, оң қабақ таныта бастады. Дегенмен күрес, еңбек, жалғыздық атаулыдан өзге ештеңесі қалмаған Генриді бастапқы жылдарда жалғыз өзім ғана жетелеп алып шықтым. Сол жылдары оған менен өзге ешкімнің қажеті де жоқ еді дегенді ауыз толтыра айтуыма болады. Біздің үйге жиі келетін қонақтың бірі менің жақсы досым Барнес мырза еді. Ол біздің тірлігімізге мұқият зер салып, бір түрлі бақытымызға таңдана қарайтын. Бірде ол кісі Ирене, егер ол саған ғашық болмай қалса, не істейсің деп сұрағаны бар. Мен бар күшіммен оған бұл туралы енді ауыз ашпа, кейбір нәрселердің айтуға да тұрмайтын тұстары болады дегенім бар. Уақыт жылжып өтіп жатты. Соған қарамастан, біздің арамыз суымады, тіпті барған сайын өршіп, ұлылыққа ұласып жатты. Ендігі жерде біз бір-біріміздің жанарымыздан, қимыл қозғалысымыздан бәрін оқитын жағдайға жеттік. Оның жұмыс бөлмесіндегі камин пештің алдында отырып кеш өткізуді біз жақсы көретінбіз. Мен жастықпен отырамын, ол кілемнің үстіне басын менің алдыма қойып жатады, маздап жанған оттың жалына қарап, ұзақ сүйсетінбіз. Ол кейде айтатын, екі бөлек адам қалайша осылай үйлесім табады деп ойлаймын, Ирене. Осылайша 4 жыл өмір сүрдік. 4 жыл бойы зор бақытқа, ессіз махаббатқа кенелдік.
Осыншама бақыт әркімнің маңдайына жазыла ма, білмеймін. Қазір өзімді қиналып жүрмін деп айтуға қақым бар ма, жоқ па, тағы айта алмаймын. Өміріме аса қымбат құн төлегенім рас десем де, тағдыр да маған ұлы бақыт сыйлағанын ұмытпаймын. Менің бастан кешкен қасіретім мен бақытымды таразыға салса, екеуі дәл теңесетін шығар. Біз екеуміз қоғам өміріне қайтадан қадам бастық. Жұрт біздің таңғажайып махаббатымызды көріп, бәлкім, бұрынғыдан артығырақ құрметтейтін болған шығар. Генриді бәрі сыйлайтын, қоғадай жапырылып қонаққа шақыратын болып кетті. Оның жұмысы табысты болып, әйтеуір мықты инженерлер қатарына ілікті. Ондай көңілді, тартымды адамды қолында қаражаты жоқ екен деп қоғам жарға итермейді екен. Өстіп бақытты шат күндер өтіп жатқанда сол бір оқиға болған еді. Осының бәрін бастан кешкендіктен жазуға да батылым бар. Біздің қалада жаңадан бір келіншек пайда болды. Оның аты жөні Клэйр Ван Дален, күйеуінен ажырасқан, Нью-Йоркте тұратын біреу екен. Еуропадан қайтып келе жатқан сапарында жол жөнекей біздің қалада тұратын жамағайындарына қонаққа келіпті. Мен оны алғаш рет би кешінде көрген едім. Ол ежелгі дәуір мүсіндері секілді сымбатты, қолаң шашты, үлбіреген қызыл ерні бар келіншек. Көмірдей қара шашын ортасынан қақ жарып тараған ұзын сырғаны жарастырып таққан екен. Оның ырғала қозғалған қимылы денесін сүйексіз, буынсыз секілді толқындандырып жіберетіндей көрінеді. Ол қарапайым киінсе де, сонысының өзі ерекше баға жетпестей сезіледі. Ол шынымен де адам таңданарлықтай керемет сұлу еді. Қала тұрғындары оның аяқ-қолына шейін тамсана көз тастап жатты. Оған да не шара, ондай көрікті жанды бұрын-соңды ешкім көрмесе. Ол барлық адамдармен биязы қатынасқанымен жүзіндегі жасанды күлімсіреген кейпі жұрттың сүйсінген сый құрметінен әбден мезі болғанын аңғартады. Генри оған көз салды ұзақ әрі байыппен. Бұрын одан байқалмаған зор табынушылықпен Клэйрдің әр қимылын бақылап тұрды. Бәрі оның көзінен аңғарылып тұрды. Екеуі бірнеше мәрте биледі. Би кеші тараған соң бір топ жігіт оны шығарып салмаққа асыға жүгірісті. Тұра тұрыңдар, өзім таңдаймын деп Клэйр көңіл қуантарлықтай күлімсірегенде, оның жаңа фендерінің бірі осындағы барлық жігіттер арасынан таңда деп айғай салды. Барлығының арасынан деп ол қайталады да, біраз ойланып, онда Стаффорд мырзаны таңдаймын деді. Генри оны жеткізу жайында ойламаса керек, таңданып қалды. Бірақ енді ат-тонын ала қашатын емес. Мені Барнес мырза үйге жеткізіп салды. Генри үйге оралған соң Клэйр туралы не ойлайтынын сұрадым. Иә, қызық деп қана қысқа қайырды. Мен оның жауабынан бұрын көңілі қатты толқығанын аңғарсам да аса мән бермедім. Келесі би кешіне шақыру келгенде Генри баруға құлықсыз болды. Ол шаршаңқы әрі жұмыстан қолы да босамай жатқан болатын. Ой, Генри жүрші. Бізді бәрі күтеді ғой, Харвингстар, Хью ханым, Брукс ханым, Клэйр, Барнес мырза деп бастап едім. Ол аяқсын. Сол кеште Клэйр мен Генри әбден биледі. Клэйр арқасы ашық көйлек киіпті, Генридің қолы оның жібектей жұмсақ терісіне тиіп кетіп жатқанын мен байқап қалдым. Генридің көзіне еш қымсынбай қараған ұзын кірпікті оның көзі мені шынымен қайран қалдырды. Үстел басында да ол екеуін қатар отыратындай етіпті. Кешті ұйымдастырушылар Клэйрдің көңілінен шығуға барын салыпты. Осыдан кейін Генри Клэйр баратын кештікті қалт жібермейтін болды. Оны машинамен алып жүріп, ол тұратын туыстарының үйіне телефон шалатынды шығарды. Шаруасы қанша қарбалас болса да, Клэйр театрға баратын кеште ол қалайда үлгеретін. Оның көзінде толқынысқа толы қызық ұшқынның пайда болғанын көрдім. Ол үйдегі кезінде тынымсыз еңбек етіп, әлде бір жаққа асығатын. Маған бәрі де алақандағыдай көрініп тұрды. Өлердей таңданғаным болмаса, ешбір күдік тумаған еді. Шындығында менің ойыма ештеңе енген жоқ. Біраздан соң Генри күтпеген жерден Клэйрден байланысын үзді. Ол бір жаққа шыққысы да келмей барлық шақыруларды кері қайтарумен болды. Ол бүрісіп үйде отыратын болды. Қараңғылықтың артында не тұрғанын мен көргендей болдым. Әрине, үрей. Сонда мен бәрін түсінгендей болдым. Өзін тежеп кері тартып алмақшы болғанның маған еш қатысы жоқ еді. Ал ұстамдылықтан айырыла жаздағаны маған бәрін түсіндірді.
Әрине, дереу сол сәтте емес. Ондай жағдайлар ешқашан бір орында бола бермейді. Алғаш рет маған күдік туғанда қаным кеуіп, жүрегім айнып кеткендей болды. Артынан күмәндану. Осы күдіктен арылмақ болсам да, өзімді қинаудан өзге ештеңе шықпады. Содан кейін оған зер салдым. Сосын. Себебін тауып түсіне қойдым. Генри Клэрге ғашық болып қалыпты. Иә, өз тағдырыма налған қолыммен осы сөйлемді жазып отырмын. Адам өмірінде айтуға ауыр дүниелер де болады. Оны мен сол сәтте түсінгенмін. Дәл сол кезде басымнан алғаш рет бурыл шаш көрдім. Кейін жым буған ыза. Шынымды айтсам, сене алмадым. Оқиғаның көз алдымда өтіп жатқанын көре тұра ол миыма қонбай қойды. Өз айналамда ішімде бас аяқсыз, қашан аяқталары белгісіз күйреудің басталуын сезіну қандай қорқынышты десейші. Алғашқыда барынша сабырлы болдым. Қорқынышты сабырлылық. Бәрібір шыдамай көз жасыма ерік бердім. Кейбір түндері амалым таусылғанда қан аққанша қолымды тістеп алған кездерім болды. Осындай тозақтан соң мен күресуге бел будым. Санамдағы өмір туралы бейне сурет күрт алмасып, суық қараңғы үрей торлады. Сонда да мен ең соңғы бар күшімді салып, орнымнан көтерілдім. Некелі байыңда оп-оңай жібере салуға болмайды деп өзіме айттым. Ол бұрын менікі болып келген, енді неге қайтармасқа? Мен оның ішкі әлемінде не болып жатқанын анық көріп тұрдым. Басында ол Клэрге аздап қылмыңдаған. Әрине, ол кезде Генри бұған аса қатты мән бермеген. Бейтаныс әйелді жай ғана қызық көрген. Махаббат жайында ойлау тұрмақ түсіне кірмеген. Бірақ күтпеген жерден онысы жетіп келген. Біле сала бәріне нүкте қоюға тырысқан. Сонымен екеулеп күрестік. Мен ол үшін, ол өзіне қарсы. Біз ұзақ күрессек те бірақ төзбедік. Күрес барысында да, жалпы қай кезде де маған қырғи қабақ танытқан, ренжіткен емес. Менімен әрдайым жұмсақ үнмен сөйлесіп, байыпты қатынасатын. Менің де жүрегімді әрдайым қуаныш кернейтін, мен де үнемі тартымды болуға тырыстым. Бірақ мен оны бірер сәтте кері итеріп, сосын қайтаруды ойламаппын. Бәрі біткен соң не шара? Генри, екеуміз би кешіне барайық деп, бірде оған батыл шешіммен айттым. Соңғы кезде екеуміз де би кештерінің шақыруларын кері қайтарумен болған еді. Сонымен би кешіне бардық. Ол Клэрге қарады. Мен ақырын аса сақтықпен қарадым. Кештің соңында екеуміз де білгіміз келген білдік. Енді қанша күрессең де пайда жоқ екен. Сол түні ұйықтамадым. Қанша тырыссам да, тамағыма бірдеме тығылып алып болмады. Екеуміздің біріміз осы азапты өмір бойы бастан кешуге тиіспіз. Ал мен бе? Генри ме? Қиналуға тиіс адам мен болуым керек. Генри болмасыншы. Бір күні ол бар сырын ақтарады. Сол сәтте ажырасайын. Мені жібермеймін десе, оған айтайын, мен саған бұрынғыдай ғашық емеспін дей салайын. Ал сонда осының бәрін жасауға менің әлім жетеме. Қалай десем де, ол менімен бақытты болудан қалыпты. Сонымен бір кеште онымен оттың қасында отырып, бар дәрменімді салып сұрадым. Генри, егер мен сені сүймей қалдым десем, қайтер едің? Ол менің көзіме жылы сезіммен қарады да, мен сенбеймін деді. Жатса да, ол маған шындық жайында бір сөздің шетін шығармады. Маған түсініксіз еді. Бәлкім мені аяған шығар, бірақ ерте ме, кеш пе маған айтуға тиіс қой. Ол биязы қалпында жүрсе де жүдеп жадап, түңілген жанарын, бозарған түрін көргенде ішім алай-дүлей болып кететін. Мен оны кінәламаймын. Іштей қанша қиналса да бір ауыз сөз айтпады. Жүректі тілгілеген күндер мені де өз жайыма қалдырмады. Ол не еді дегенге келсем, Геральд Грей деген ағылшындық ақсүйек жігіт. Жасы 30 шамасында, сымбатты, сәнді киінеді, өр мінезді, биязы, қыздарға қылмаңдаудың шебері сол жігіт біздің қалаға қыдырып келе қалды. Біздің қаланың көп қызы оған ғашық болып үлгерді. Маған не үшін қызыққанын қайдам, менің қарсылығыма қарамастан маған телефон шалып әуелей берді.
Әр таңда ұйқыдан оянған сайын Генридің сөзін естірмін деп дәмелене оянатын маған әлгі жігітте бір қосымша жүк болды. Генри ол туралы айтып қалар деп ұзақ күттім. Бірақ ол ауыз ашпады. Клэр Генримен кездесудің барлық тетігін іздесе, Генри керісінше онымен жолығып қалуы кәдік барлық жағдайдан бойын аулақ ұстады. Біздің үй би кеші шақыруларының астында қалды. Ақыра Клэр өз қолы қойылған арнайы шақыруды Генриге жіберсе де, ол бас тартты. Бір күні бәріне көз жеткіздім. Дәл сол күні өз тағдырыма шешім шығардым. Мен бір би кешіне жалғыз бардым. Әрине, Генри жұмысын сылтауратып, өңі түсі қашып үйде қалған. Мен кешті ұйымдастырған сыйлас жандарды ренжітпеуді ойлағандықтан баруды жөн көрдім. Алайда сол кеш маған бір азап секілді көрінді. Кетіп қалуға ыңғайлы сәтті күту деген төзімімді тексерген сынақ іспеттеді. Дегенмен сол кештікке барғаныма мен ешқашан өкінген жоқпын. Бөлмені ортасынан бөлген сәнді перденің қасынан өтіп бара жатып, Хью ханым мен Браган ханым екеуінің сөзін естіп қалдым. Әңгіме Генри, Клэр және мен туралы екен. Ирена ол үшін қыруар қаржы төледі емес пе? Генри енді оны тастап кете алмайды дейді Хью ханым. Мен де солай ойлаймын. Ирена шын мәнінде өз күйеуін сатып алды ғой. Генри өлім аузында жатса да, енді оған опасыздық жасауға еш қақысы жоқ деп, Броган ханым да Хьюді қолдап жатыр. Қолымдағы орамалмен аузымды бітей қойдым, себебін енді түсіндім. Жалғыз өзім үйге қарай тартып отырдым. Күйеуімді сатып алыппын, өмірлік серігімді тауар секілді сатып ала салған екенмін ғой мен. Мәселенің мәні осында екен. Ол мені тастап кете алмайды, маған ауыз аша да алмайды, ол бар азабын өзінде ғана сақтайды. Ол менімен бақытты болудан қалса да өмір бойы түк болмағандай жүре береді. Менің ақшамның кесірінен. Егер ол айтпаса, мен айтуға тиіспін. Сонда менің қаржым болмаса, мұны жасай алмайды екенмін ғой. Бәлкім күресті жалғастырып, Генриімді қайтарып алғанда болар ма едім. Енді бәрін білген соң оны жасай алмаспын. Менде ондай жүрек жоқ. Мейлі, ол кетіп қалып та маған қайта оралған күннің өзінде, ол шын ниетімен мені жақсы көргендігінен бе, әлде оның жолында құрбан болған қаржының өтеуі ме дегенді қалай айырып білмекпін. Ол менің ақшамның құрбаны ма, басқа ма дегенді мен енді ешқашан айыра алмайтын болыппын. Мен оған өз еркіммен азаттық беруім керек, себебі ол маған шексіз қарыздар болғандықтан. Мен ол үшін өте көп дүниені құрбандыққа шалуға зор қабілетім болғандықтан күйеуімді сақтап қалуға қақым жоқ екен. Не болса да қозғалуым қажет. Не істеймін? Ажырасайық деймін бе? Ол бәрібір келіспейді. Сені жек көріп кеттім деймін бе? Тіпті сенбейді. Бас киімімді шешіп қолыма алдым. Жаңбырдың ұсақ тамшылары маңдайымнан сүйіп, баяу самал шашымды сипайды. Мен шешімге келдім. Несі болса да, жүрек тұсымнан бір ауыр жүкті алып тастағандай болды. Үйге жақындаған соң көз салсам, Генридің жұмыс бөлмесінде шам жанып тұр екен. Оған кедергі жасамау үшін еш дыбырсыз үйге кірдім. Оның бөлмесінің жанынан өтіп бара жатып, жүрек тіліп өтердей дыбысты естідім. Құлағыма сенбей бөлме есігіне көз жүгірттім. Генри үстел басында басын мыжығылап жылап отыр. Арқасы есікке жаққа қарағандықтан дірілдеп өксіп отырғаны аңғарылды. Есіктен жалт беріп ұзаған сәтімде есімнен адасқандай күй кештім. Генри жылапты. Генри өлім аузында тұрса да, онысын көрсетуге қақысы жоқ қой. Не істеуім керек екенін жақсы біліп тұрдым. Мен оған ғашық болмай қалдым десем, сенбейді, сондықтан қандай бір тәсілмен иландыру керекпін. Бөлмеме үрей, мұң мен таусылған амалды көтере алмай арқалап зорға кірдім. Таңертең оянғанда көңілім тынышталып қалыпты. Сол түні не ойлағанымды бұл жалғанда тірі жанға айтпаймын. Ирене, не болды? Деп Генри таңертең көзіме қадала қарап сұрады. Ештеңе болған жоқ. Жайсыз түс көріп, бірақ бәрі өтті, қам жеме. Дей салдым. Менің ол тұста ойлаған жалғыз нәрсем Генриге барынша өзімді опасыз етіп көрсету ғана. Оны еш күмәнсіз сендіруім керек.
Ондай мүмкіндік те сол бір күні туған еді. Сыртта біраз серуендеп жүріп, үйге кіргенімде, Генридің жұмыс бөлмесінен Клэрдің даусын естіп қалдым. Оған таңданбадым. Есікке жақындап барып, кілттің тесігінен оларды көріп, әңгімелеріне құлақ түрдім. Әдемі сарғылт костюміне бояуы қанық жасыл орамал жамылған Клэрді көрдім. Расында, керемет көрікті бітім. Генриді қайталап айтамын. Клэр ханым, сіз біздің үйден кетіңізші. Мен сізді көруге ынтызар емеспін. Мұны неге түсінбейсіз дегені естілді. Жоқ, түсінбедім деп Клэр қатты айтты. Генриге әдемі көздерін қадап тұрып, сен оңбаған қорқақсың деп созып тұрып тіл қатты. Генри Клэрге қарап тұрды да оған бір қадам жақындады. Оның бозарған бетіндегі күлгін түсті еріннің діріл қағып тұрғаны маған да анық көрініп тұрды. Кете қойшы деп ол қызық қырылдаған үнмен сыбырлады. Сонда Клэр көзін үлкейте бақырайғанда өзінен де жасырғысы келген қалауы, ызасы, нәзік көңілі көрінгендей болды. Генри деген даусының өзі тұла бойындағы сұлулық секілді әуезді естіледі. Клэр ханым, деп Генри зорға дауыстап кері шегінді. Клэр оған жақындап Генри. Сен үшін осылай бір-бірімізді қинаудың не қажеті бар? Сені сүйемін. Сенімен ғана бірге болғым келеді деп жатыр. Генридің аузы ашалмай абыржып тұрғанын көрген Клэр даусын көтеріп, сәл күлімсіретті, сенің де мені сүйетініңді екеуміз де білеміз ғой. Сен жоқ дей алмайтын шығарсың деді. Генридің жанарында азаптың іздері анық көрініп тұрды, оған қарауға дәтім шыдамады. Ол да соны сезгенде көзін қолымен жапты. Сен мұнда не үшін келдің? Неге десең, сені сүйемін, сенімен бірге болуға барынша мүдделімін. Құрметті оқырмандар, жалғасы бар. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіз.